Аман, бұл не қылғаның? Жер қазына су алтын деуші еді ғой бабаларымыз. Біздің қазақ судың да сұрауы бар деп, бір тамшы суды қадірлеген ұлт емес пе? Ей Айзере, бір бөтелкеден ештеңе өзгермейді. Қазір 21 ғасыр технология заманы. Менің кеудемді ауыр жүк басып барады. Мына мөлдір бұлағымды кім лайлады? Мына жасыл желегімді кім қиды? Аманатқа қиянат жасадыңдар ма, балаларым? О, ұрпағым, біздің ата-бабамыз бір тал кессін 10 тал ектеген, табиғатты анасындай сыйлаған ел едік. Жерді баспай, суға түкірмей, малдың киесін, дала ниесін білген халық едік. Бүгін сол құндылық қайда қалды? Ата, кешіріңіз, мені бұл қателігімнен жер анының мұндай халде екенін түсінбедім. Кәнекей балалар, мына екі қоқысты сұрттайық. Біздің ұлттық құндылығымыз тек мына киім мен әнде емес, ол біздің қоршаған ортаға деген құрметте. Отанды сақтайық, табиғатты аялайық. Табиғатты аялайық, бабалар мұнын сақтайық.